Ассалаумағалейкум барлықтарыңызға. Бүгін сіздерге Әзілхан Нұршайықовтың Мәңгілік махаббат жыры кітабынан бірер үзінділер оқып бергім келіп отыр. Яғни Әзілханнан, Әзекеңнен сұхбат алады. Бұл сұхбат жалпы бұл кездесу 2002 жылдың 5 желтоқсанында Абай атындағы Алматы мемлекеттік педагогикалық университетінің тарих факультетінде өтті. Басқа факультетінде студенттері қатысты, дейді Жас Алаш газеті 2003 жылғы 15 ақпан номер 20 және 18 ақпанның номері 21 сандары. Ал бисмилла кеттік. 8 сұрақ. Шарап пен темекіге қалайсыз? Кешегі ұлы отан соғысында жүргенде арақта ішкенім жоқ. Темекіде тартқаным жоқ. Менің сыбағамды солдаттарым бөлісіп алатын. Соғыстан келгеннен кейін 4 жыл студент болдым. Онда да ол екеуін аузыма алған емеспін. Қызмет істеп жүрген кезде аздап арақ іштім. Күні бүгінге дейін темекі тартпаймын. Арақ қалғалды әлдеқашан. Менің анық білетінім, арақ ішпеген азбайды, темекі тартпаған тозбайды. Әсіресе жастар бұл екі пәледен аулақ болулары керек. 9 сұрақ. Ғашық болған қыздарыңыздың суреттерін сақтай алдыңыз ба? Бар ма? Бар. Әйеліңіз қалай ол суреттерді сақтауға жол берді? Қалай жыртып тастамады? Немесе отқа салып өртеп жібермеді? Менің бірінші ғашығым әйелімнің қыз күнгі қимас досы болатын. Ал екіншісі өзі ғой. Одан басқа, Махаббат қызық мол жылдар романындағы кейіпкер қыздардың, Майраның, Меңтайдың, Тананың суреттері бар еді. Үйленгеннен кейін әйелімнен ол суреттерді сақтауға рұқсат сұрадым. Оның несін сұрайсың? Сақта, деді әйелім күліп. Пушкиннің ғашық болған, хат жазған, көзі түскен әйелдерінің бәрінің суреттерін сақтаған ғой Наталья. Наталья Гончарова, Пушкиннің әйелі. Кейін ол суреттер Пушкиннің әдеби қазынасын толықтыра түсті. Жалпы Наталья ақылды әйел болған. Ондай болмасақ та, Абай атамыз айтқандай, ұқсап бақпаймыз ба апамызға? Айтпақшы, Абай сүйген қыздарының суреттерін сақтамағанымен ол кезде суретте болған жоқ қой. Олардың бәрінің бейнесін өлеңдерінде қалдырып кетті емес пе? Әйелім Халима Пушкин мен Абайдың көп өлеңдерін жатқа білетін еді. Мен Пушкинде, Абайда емеспін ғой дедім. Мен әйеліме ризалықпен күлімсірей қарап. Болмасаң да ұқсап бақпайсың ба? Ал мен Наталья Николаевнаға ұқсауға тырысайын. Осылай деп ол кісі менің бұрынғы ғашықтарымның суреттерінің бәрін қастерлеп жинап қойды. Қазір сол қалпында сақтаулы тұр. Соңғы сұрақ. Халима апайымыздың өзге әйелдерге үлгі боларлық басқа да кішіпейілділігі туралы айтсаңыз екен. Халима апайларыңның үлгі болмайтын ісі жоқ еді. Бәрін айтсам, Джейн Эйр немесе Консуэла сияқты үлкен роман болар еді. Тек кішіпейілділігінің 3 түрін ғана айтайын. Мен жаңа кітап жазған кезде әр нәрсенің жайын сұрап Халимамен ақылдасып отыратынмын. Жазып болғаннан кейін сол кітапқа қойсам ба деген тақырыптарды тізіп Халимаға көрсететінмін. Халима осы лайық деген атты кітабыма қоятынмын. Одан кейін әр жаңа кітапты кімге арнау керектігін кеңесетінбіз. Махаббат қызық мол жылдар деген алғашқы романымды жаздым. Оны бітірген соң осы кітапты саған арнайын дедім Халимаға. Ол басын шайқады. Содан соң бұл алғашқы романыңды маған емес, өзіңді сонау Павлодарда жүргенде қолыңнан жетектеп әкеп әдебиет сарайына кіргізген ұстазың Мұқан ағаң арна. Егер Мұқан ағаң болмаса, сен жазушы емес, көп журналистердің бірі болып қалатын едің ғой, деді. Сондықтан ол кітабыма мынадай арнау сөз жаздым. Бұл кітабымды жас ғұмырдың жыршысы және жас қаламгердің жанашыр қамқоршысы, жалықпас ұстазы болған жазушы марқұм Мұқан Иманжановқа арнаймын. Автор 1970 жыл. Осы арнаумен бұл кітап 30 жылдан аса уақыт бойына үздіксіз қайта басылып, оқырмандар қолына тарап келе жатыр. Жалпы қазірге дейін тарап келе жатқан кітап қой бұл. Білесіздер, Махаббат қызық мол жылдарды әлі күнге дейін тарап келе жатыр, әлі күнге дейін оқып келе жатырмыз. Ары қарай
Ақиқат пен аңыз деген екінші романымды бітіргенде сен де ұлы отан соғысына қатыстың ғой, осы роман диалогты саған арнайын дедім Халимаға. Ол тағы басын шайқады. Сені өмірге әкелген әкең, менің қайын атам мен ол кісінің інісі, өз ағаң сол соғыста опат болды. Сондықтан бұл романыңды сен маған емес, менің сол екі қайын атама арна деді. Содан соң мен әйелімнің айтқанын жөн көрдім. Сондықтан ол романымның ең жоғарғы жағына мынадай арнау қойып шығардым. Бұл еңбегімді бұрынғы Ақбұзау колхозының арыс азаматтары, оның алғашқы ұйымдастырушылары, қос коммунист ағайынды Амангелдиндер, Нұршайық пен Ниғап сендерге арнаймын. Ардақты әкем, сен 1943 жылдың күзінде Украинада опат болдың. Сол жылдың көктемінде Ленинград қоршауында сен қаза таптың. Аяулы ағатайым, ол кезде басқа майданда жүрген мен қастарыңда бола алмадым. Қолымнан топырақ сала алмадым сендерге. Күні бүгінге дейін бейіттеріңнің қайда екенін білмеймін. Бірақ екеуіңнің де неміс фашистеріне қарсы күресте ерлікпен қаза тапқандарыңды, туысқандар моласында жатқандарыңды білемін. Осы кітап екеуіңнің басыңа орнатқан ескерткішім болсын. Ұлы отан соғысының қарапайым қос жауынгері, сендерге салған топырағым, бастарыңа көтерген күмбезім болсын. Әкеммен, бауырыммен құшақтасып жатқан барлық белгісіз солдаттар. Автор 1976 жыл. 20 ғасырда бірнеше дүркін қайта басылып шыққан бұл кітап 21 ғасырдың басында және бір рет басылып шықты. Ол екі романнан кейін өмір өрнектері деген тағы бір үлкен кітап жазып бітірдім. Кейбір басқа жазушылар өз кітаптарын әйелдеріне арнап жатады. Енді мен осы кітабымды саған арнаймын дедім Халимаға кітабымның ақырғы нүктесін қойғаннан кейін. Халима біраз ойланып алды. Содан кейін, жоқ, өйтпе, сен бірнеше рет инфаркт болдың, өлім халінде жаттың. Сонда сені ажалмен алысып аман сақтап қалған дәрігерлер болатын. Бұл кітабыңды сол дәрігерлерге арна деді ол сабырлы түрде. Шыққаннан кейін бір данасын қолыңды қойып сол кісілерге сыйла. Біз сәл ауырсақ дәрігерлерге жүгіреміз. Тәуір болсақ оларды ұмытып кетеміз. Өз аттары жазылған кітапты сыйлау оларға үлкен ескерткіш болады. Кейін өз еңбектерінің жемісі ретінде балаларына да көрсетіп жүреді. Солай ет. Орынды сөзге қалай көнбессің? Солай еттім. Өмір өрнектеріне жазған ол арнауым мынадай болып шықты. Бұл кітабымды мені ажалдан 6 рет арашалап, аман алып қалған қымбатты дәрігерлерім Антонина Ивановна Максимоваға, Екатерина Шаймажан қызы Батырғожина, Жамал Төлебай қызы Қамшыбаеваға, Нина Алексеевна Байковаға, Гүлзата Мүкеевна Көшімбаеваға, Әлихан Қазақбайұлы Жүсіповке, Марат Әбдірахманұлы Баязитовке және Мұхтар Айтқазинге шын жүректен арнаймын. Осы арнау арқылы басқа да барлық ақ желеңді абзал жандарға шексіз алғысымды жолдаймын. Автор 1987 жыл, 2000 жыл. Басқа әйелдерге жазушы күйеулері осылай ұсыныс жасаса, еш қайсысы бас тартпас еді. Қайта арнасаң арна, мен кітап арнауға тұрмаймын ба деп шап ете түсер еді. Ал Халима басын шайқайтын. Бұл да оның кішіпейілділігінің белгісі еді. Менің ақылшы дос, асыл жарым Халима өмірден өтіп кетті. Енді жаңа кітабының атын қалай қоюды, оны кімге арнауымды ақылдасатын ешкімім жоқ. Сондықтан қазір жазып жатқан жаңа кітабыма өзімше мәңгілік махаббат жыры деген ат қойдым. Бұл кітабым тұтасымен Халима туралы. Оған өз бетімше мынадай арнау жасадым. Қасиеттеп, құрметтеп, сенің махаббатыңды ұрпаққа үлгі болсын деп алашқа жайдым атыңды. Сенің Әзілханың. Егер Халима тірі болса, менің бұл арнауыма қарсы болар еді. Мені кітапқа кіргізбе, өз әйелі туралы кітап жазған жазушы жоқ. Ұят болады, ұят дереді, ұят деген сөзді 2-3 рет қайталап. Егер мен жазылып қойған дүниемді қалай жоямын деп қиналсам, онда Халима ендеше менің атымды Хадиша, өз атыңды Әділхан немесе Әбілхан деп өзгерт. Басқа барлық таныс адамдардың аттарын ауыстыр. Сонда деректі дүние емес, қиялдан туған көркем шығарма болып шығады дереді.
Енді маған олай деп ақыл айтатын Халима жоқ қасымда. Сондықтан бұл кітаптың арнауын өзім ойлаған қалпында қалдырдым. Бұлай еткенім үшін әруағыңнан айналайын, қымбатты Халиманың рухынан кешірім сұраймын. Жүргізуші тарих факультетінің деканы профессор Сайын Борбасов. Біз өмірімізде мұндай қызықты кездесу көрген емеспіз. Мың рахмет әзаға сізге. Солай ма балалар? Солай. Ризасыңдар ма? Ризамыз. Өте ризамыз. Деп аяқтаған екен. Негізі бұл кітаптан кішігірім үзінді ғана. Кітапты бастап, дыбыстап бірер оқығанмын. Қызығушылық аз болды. Сондықтан әр жерден үзінділер арасында оқып тұруға бел будым. Толық тыңдап шыққандарыңыз болса, Алла разы болсын. Халима апамызды да, Әзекеңді де Алла рахмын алсын.